Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз қарастыратын тақырып ол атомның радиусы және электр терістілік. Атомның радиусы бізде екі жағдай бар. Сәйкесінше ол атом радиусының өсуі немесе атом радиусының кішіреюі. Сол заңдылықты қарастырып жүрейік. Ең оңайы бұл жердегі атом радиусының өсуі жоғарыдан төмен қарай. Жоғарыдан төмен қарай атом радиусы неге бізде өседі? Егер де атом құрылысын қарастырған болсаңдар, сендер білесіңдер, бізде әрбір период ол бізде жаңа энергетикалық деңгейді білдіреді. Яғни, мысалы, сутекте бізде бір деңгей бар. Атом болса, мынауымыз сутекте бір деңгей бар. Литийда ондайдан 2 деңгей, натрийда 3, калийда 4, одан ары қарай 5, 6 болып кете береді. Сәйкесінше осы деңгейлердің саны артқан сайын бізде атом радиусы да өседі. Мына суретте біз соны қарай аламыз, яғни жоғарыдан төмен қарай бізде атом радиусы өсіп жатыр. Ол түсінікті. Бұл заңдылық барлық жерінде байқалады, яғни период өскен сайын бізде атомның радиусы өседі. Бірақ солдан оңға қарай бізде электрондар саны артады. Сәйкесінше, мысалы, литийда сыртқы қабатында 1 электрон, бериллийда 2, борда 3, көміртекте 4, и солай ары қарай бізде электрон саны арта береді. Бірақ та радиусты қарап отқан болсаңдар, бізде кішірейіп отыр. Осыны түсіндіріп жіберейік. Не үшін бізде атом радиусы кішірейеді? Негізі былай қарастыратын болсақ, бұл электрондардың барлығы сол бір деңгейде қолданады. Яғни мына жерде орналасқан элементтердің барлығы ол бізде бір энергетикалық деңгейде, яғни екінші деңгейде орналасқан. Бұл бізде екінші период. Сәйкесінше оның барлығы бір деңгейде қозғалу керек. Сәйкесінше бізде электрондардың қозғалатын жері өзгермейді. Сонымен бізде атом радиусы өзгермеу керек еді. Бірақ бізде мынандай заңдылық бар. Бізде бағана атомның радиусы бізде сәйкес келеді оның сыртында электрондардың қозғалуымен, И бізде осындай заңдылық пайда болады. Яғни қараңдар, бізде электрон болса, мысалы бағанағы литийда, оны сыртын бір-ақ электрон айналады. Электронның заряды минус. А ортасында протонның заряды бізде плюс. Осы плюс пен минус бізде физика заңдылығы бойынша бір-біріне тартылады. Сәйкесінше бізде жаңа бериллийда 2 электрон, ары қарай борда 3 электрон, сосын көміртекте 4, азотта 5, сосын бізде ары қарай оттегі, фтор, и ең соңғы қателеспесем неон болу керек. Осының барлығы бізде электрон саны көбейген сайын, сыртқы электрондар саны көбейген сайын, олардың ортасында орналасқан жаңағы протонымызға, яғни ортада протон орналасса, жаңағы сыртындағы электрондар саны көбейген сайын, олардың ортаға тартылыс күші арта береді. Осылай. И сәйкесінше бізде электрондар саны көбейген сайын, олардың күші арта береді. Бізде радиусымыз барған сайын осылай кішірей береді. Оны барлық периодта қарастырсақ болады. Мысалға 6-шы периодтың өзінде, 6-шы периодта бізде электрон саны көбейген сайын бізде ол жақта да бізде радиусымыз кішірейді. Мысалға цезий. Цезий бізде радиусы ең үлкен болып есептелінеді, ал ең радиусы кіші ол бізде мынау жақта қатарда орналасқан элементтер, сәйкесінше ең кішісі бізде гелий. Бірақ та ол бізге гелий қызым, бізге керегі фтор. Қазір түсіндірем не үшін екен. Яғни міне ең үлкен бізде цезий, бірақ та осы қатардың өзінде бізде электрондар арғы көбейген сайын оның радиусы кішірейе береді. Бұл 6-шы периодтағы ең кішісі бізде радон болып саналады. Бұл бізде атом радиусының өзгерісі. Яғни бұл жерде тек қана екі ағзаты жаттауы керек. Радиусы жоғарыдан төмен қарай артады, а солдан оңға қарай кішірейеді. Келесі қарастыратын затымыз ол бізде электр терістілік. Электр терістілік ол тура кімге бағынышты болып келеді? Жаңағы радиусымызға. Жаңа айттық сіздермен, ол фтордікі бізде радиус ең үлкені деп, Біз қарастырған жоқ, біз бағана инертті газдардікі, яғни гелийдан бастап, жаңа неон, аргон, криптон деген сияқты газдардың радиустары бізге қызық емес, өйткені олардың сыртқы қабатында электрондар толық, яғни оларда басқа электрон қосып алатын мүмкіндігі жоқ, сәйкесінше олар ешкіммен әрекеттеспейді. Ал бірақ фтордікі біз осы жағдайда. Фтордың электр терістілігі ең жоғары, және ода бір электронға орын бар. Сәйкесінше ол бізде фторымыз ең активті элемент болып саналады. Яғни заттың активтілігін анықтайтын зат, ол электрон қабылдап алу керек, немесе беру керек.
сәйкесінше бізде ең активті элементін фтор мен Франция болады. Қазір түсіндіремін не екен. Ең бірінші бізге қарастырып алу керек электр терістілік деген заңды. Электр терістілік дегеніміз ол бір атомның басқа бір атомнан электрон тартып алу қасиеті. Және осы кесте бойынша электр терістілік қарап отқанымызда ең үлкен ол фторда. Ал ең кішісі ол бізде Францияда. Содан біз айта аламыз, электр терістілік бізде Менделеев кестесі бойынша өзгереді былайынан, және былайынан. Яғни астыдан жоғары қарай артады, солдан оңға қарай артады. Бүйтіп жазсақ болады. Бұл нені білдіреді? Яғни қараңдар, фтордың электр терістілігі ең жоғары, сәйкесінше фторымыз бізде ылғи электрон тартып алады өзіне. Кіммен кездессе де, ол электрон өзіне тартып алады деген сөз. Сол себепті сендер ешқашанда фтор плюс деген зарядты кездестіре алмайсыңдар, өйткені фтор ешкімге электрон бермейді. Бере алады, бірақ та оны тартып алатын ешкім жоқ. Оны қалай түсіндірсек болады электр терістілік деген заңдылығымызды. Яғни бізде осындай мысалға көздерің елестеткендер екі атом бар. Бір атом протонмен және сыртынан айналып жүрген электронмен, екінші атом протонмен сыртынан айналып жүрген электрон. Әрқайсысында бір-бір электрондарынан бар. Осы екі атом бір-бірімен соқтығысқаннан кейін бұл электрондар жалпы бір атомға қарай ауысу керек. Сәйкесінше ол кімге ауысады? Әрине электр терістілігі кімдікі жоғары, соған қарай ауысады. Мысалы, мына атомның электр терістілігі жоғары болса, онда электрондар осы жаққа ауысады да, бұл атомның заряды бізде минус болады. Ал мына атомымыз электрон айырылып қалған соң, оның заряды бізде плюс болып қалады. Осындай күшті, яғни электрондарды өзіне тартып алу күшті электр терістілік деп атаймыз. Кестемізге қайтып келейік. Бұл кесте бойынша электр терістілік ең жоғары біз фтор дедік, сәйкесінше фтор бізде ылғи электрон өзіне тартып алатын қосылыс. Ал ең төменгісі ол бізде Франция. Оны неге фтордық ең жоғары дейміз? Бағана кестені қараған болсаңдар, фтордың радиусы, ең кіші радиус ол фторда болды. Яғни ол фторда сол фтордың ядросы, яғни ортасында орналасқан протон нейтрондары айналып жүрген электронды бақылай алады. Өйткені ол жақын орналасқан. Ал Францияда керісінше ол электрон өте алыстан айналады да. Сәйкесінше ол ортада отырған ядром сол электронды қатты күшпен тарта алмайды. Бір момент боқығанда, яғни бір затпен әрекеттескен кезде Францияның электроны оңай өзінен айырылып қалады. Сонымен бұл бізде электр терістілік заңымыз. Электр терістілік заңы сендерде ылғи қажет болады. Ол келесі видеоларымызда қарастырамыз. Мысалға, химиялық байланыс түрлері. Ол бізде тікелей осы электр терістілік күшіне қатысты.